12 жасқа толған балаларға арналған. Құрметті Бейбіткүл Сәрсенханқызы, бүгін міне Киелі білім ордасы Қара шаңырақ Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіне келіп, сізбен дидарласудың сәті түсіп отыр. Алдымен өзіңізге бізбен осылай арнайы кездесуге келіскеніңізге рахмет айтамыз. Жалпы сізді осы ұзақ жылдар білім ғылым саласында еңбек етіп жүрген, табысты еңбек етіп жүрген білікті маман ретінде жақсы білеміз. Енді көрермендерімізге қысқаша өзіңіз туралы айтып берсеңіз алдымен. Рахмет, құрметті Алтынай. Бүгін сіздермен жүздесудің осындай бір керемет сәт түсіп отыр. Соған қуаныштымын. Енді жаңа өзіңіз айтпақшы, менің өз басыма келетін болсақ, енді осы өңір үшін мен енді онша танымал емес тұлға болуым мүмкін. Себебі мен Алматы облысы Кеген ауданында дүниеге келгем. Мектепті де сонда бітірдім. Мұқағалидың ауылында туып өстім. Сондықтан біздің Мұқағалидың әндерімен сусындап өскен қазақтың қызымын. Шәлкөдеде екі ауданда тұрдым. Бірінші Кеген ауданы, кейін соңғы мектеп 9-10 сыныптарда апамның қолына барып, Шәлкөдеде сонда оқыдым. Кейін ол кезде мақсатты бюджеттен орын берілетін. Сол кезде осы Қыздар педагогикалық институтына біздің ауданға орыс тілінің мамандары жетпейді. Сол орыс тілінің мамандары қажет деп орын бөлінген екен. Сондықтан мен өзім Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түсем деп дайындалып жүргем. Сол кезде жаңағы мектептен сен осы орыс тіліне барғаның қалай болады? Өйткені бізге мамандар қажет деп. Сұранысқа сай сол кезде еңбек нарығының сұранысына сай Қазақ Қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті мамандығына оқуға түстім. Содан кейін 5 жылдан кейін бітіріп университетті бірден сол институтта қалдым. Сол кезде ректор Себек Мұхамеджарұлы Исаев деген біздің атақты ғалым, сол кісінің жетекшілігімен аспирантураны оқуда бастадым. Және сол институтта деканның орынбасары қызметін атқардым бірден. Кафедрада сабақ бердім. 8 жыл сол жерде жұмыс атқарып, 8 жылдан кейін ол кезде ректор, ол да танымал азамат Серік Жайлауұлы Пралиев ұсынысымен Алматы үздіксіз білім беру университетіне оқу ісі жөніндегі проректор болып тағайындалдым. Содан 5 жыл сол проректорлық қызмет атқардым университетте. Кейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті өзім кезінде армандап бара алмай қалған университетім еді. Сол университетке колледждің директоры болдым университеттің ішінде. 3 жыл сол директорлық қызмет атқарып, 2011 жылдан бастап Білім және ғылым министрлігі ең ауыр сала мына оқулық республикалық ғылыми практикалық орталығын басқардым. Білесіз, орта білім саласы, оның үстіне жаңартылған білім мазмұны кіріп жатты оқу процесіне. Мен сол білім және ғылым министрлігінде осы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіне келерге дейін сонда қызмет жасадым. Енді осы 2020 жылдың қаңтар айынан осы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетіне ректор болып тағайындалдым. Үлкен университет, үлкен тарихы бар, ұзақ жылғы тарихы бар. Қазақи орта, Алаштың анасы деген енді атауымыз бар. Соған енді осындай бір университетке үлкен жауапкершілік артылды. Енді сізден сұрағым келіп отыр. Алатаудың баурайында өскен Алматының қызын, қасиетті сыр халқы, міне өзіңіз айтып отырған үлкен ұжым қалай қабылдады, қалай қарсы алды?
Сыр елінің өзі халқы керемет халық қой. Нағыз салт дәстүрдің қаймағы бұзылмаған халық деп айтсақ болады. Сондықтан университет ұжымы жақсы қабылдады деп есептеймін. Әрине бір үрей немесе бір сенімсіздік болғаны рас шығар. Өйткені енді қайша дегенмен сырттан келе жатыр адам дегенде адам кім болса да, қай-қайсымыз болсақ та бас ауысқан кезде өзі бір кішкене бір күдік болады, немесе бір не күтемін деп ойлайсың ғой, енді қалай болады деп. Солай деп ойлаған шығар деп ойлаймын өз басым. Әр жердің өз менталитеті бар дейсіз ғой. Менталитеті бар, иә. Соған сай болу керек дейсіз. Бірақ енді біз Алматыда, Астанада қызмет еткеннен кейін бізде Алматыда бүткіл өңірден келіп жиналған халық, Астанада да дәл сондай. Бізде мысалы үшін Астанада батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік өңірлердің барлығы келіп қызмет етіп жатқан жер ғой. Сондықтан ол жерде біз тіпті сұрамайтынбыз, сен қай жақтансың деген сұрақ қойылмайтын. Халықтың сол жылы пейілі, жылы көңілі, жылы ниеті, жылы қарсы алуының арқасында деп ойлаймын. Өзім бірден сіңісіп кеттім, және де өзім бір бөтен жерге келдім деп өзімді есептемеймін. Қазіргі таңда мысалы үшін мен бұл жерде бұрыннан бір сіздермен өмір бақи бірге тұрғандай осы жерде қызмет етіп жатқан жағдайымыз бар. Табыс тілейміз. Рахмет. Сәттілік алдағы істеріңізге. Енді сіздің бұл университетке осы басшылық қызметке келгеніңізге де әлі көп бола қойған жоқ қой. 9 айдың көлемінде ғана, иә. Енді өзіңізге белгілі, өзіңіз айтып отырсыз, Қорқыт Ата атындағы университет бұл тарихы тереңде жатқан іргелі ілім ордасы. 80 жылдан астам уақыт ішінде осы университетті елге белгілі ғалымдар, қазақ зиялылары басқарды. Енді осындай дәстүр қалыптасқан оқу орны жалпы биылғы жаңа оқу жылында жаңа басшымен қандай бір жаңа жақсылықтар алып келді? Тарихты айтып отырсыз, шын мәнінде 83 жылдық тарихы бар университет. Оны біреу білсе, біреу білмей жатады. Жалпы тарихы сонау 1937 жылы мына Қиыр Шығыстағы Корей педагогикалық институтының қоныс аударуымен құрылған институт қой. Одан кейін 1952 жылы Қызылорда педагогикалық институтына жаңағы Гоголь атындағы ат берілген. Одан кейін 92 жылы жаңағы бұл жерге Қорқыт Ата есімі беріліп отыр. Кейіннен 1998 жылы Ыбырай Жақаев атындағы политехникалық институтпен қосылып бір үлкен институт болып отыр. Сонда қарап тұрсаңыз, енді бірнеше рет ата өзгеріп, бірнеше кезеңдерден өтіп, кәдімгі тарихы тереңде жатыр деген сол шығар. Енді осындай 83 жылдық тарихы бар университет не бір ғұламалар басқарған деп жаңа айтып отырмыз. Сонда міне Әділ Ермеков, Бадарбек Өсербаев, Оралхан Қамардинов, Абай Айтмұхамбетов, Бақберген Досмембетов, Валихан Бишімбаев, Болатбек Абдрасилов, Байзақ Момынбаев, міне кеше күні кешеге дейін Қылышбай Алдабергенович мен басқарған университеттің тарихы тереңде. Сондықтан да мына бірінші осы тарихымызды ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Енді әрбір жаңа басшыдан жаңалық күтіп отырады елдің барлығы. Қандай жаңалық алып келеді екен, не істейді екен, біздің салт дәстүріміз қалай болады екен деген сияқты. Сондықтан қазіргі таңда да керемет ғалымдарымыз жұмыс жасап жатыр. Сондықтан енді біз сол қалыптасқан дәстүрімізді жоғалтып алмай, жаңашылдықты енгізу керек, бірақ бәрінің бір мөлшері болу керек деп есептеймін. Сол бір тиісті мөлшерде өзіміздің жаңа университетімізге сай келетін, қолайлы болатын жағдайларды инновация ретінде немесе жаңалық ретінде енгізу қажет деп есептеймін. Сондықтан мен бұл жерге келмес бұрын бірнеше конкурстардан өтті қой енді. Сонда мен біріншіден осы өңірдің әлеуметтік экономикалық даму бағдарламасын мұқият оқып шықтым, қарап.
сонда бұл өңірге қандай жаңалық керек, не істеу керек университеттің дамуы үшін деп сөйтіп өзімнің бағдарламамды жасап келдім. Келгеннен кейін ол бағдарламам әрине біраз өзгерістерге ұшырады. Өйткені ол сырттан бақылау бір бөлек та, ал ішкі жаңағы әлеуетті көру, сол арқылы ішкі процеске еніп, одан кейін барып қайтадан бағдарламаны басқа көзқараспен қарасаң, кейбір мысалы үшін қойған міндеттерім бір амбициозный болып кеткен жағдайлары бар. А кейбір жағдайда керісінше үлкен мақсат қоюға болатын жайттар бар. Сондықтан да соны коллективпен бірге ақылдасып отырып жаңалықтар енгізуді бастадық. Былайша айтқанда жаңашыл ойлай бастадық, жаңаша бір элементтерді барлық процестерге кіргізе бастадық. Оқу процесінен де, ғылымға да, білімге де. Енді біріншіден біз бірден қашықтан оқыту жүйесіне көшіп кеттік, өзіңіз білесіз. Наурыз айында елімізді жайлаған пандемияға байланысты бірден қашықтыққа үйрену керек болды. Енді ол үрдіс бұрын болмаған. Негізінде қашықтан оқыту жүйесі бар. Бірақ енді барлық күндізгі бөлімінің бүткіл студенттері көшкен кезде біраз қиындықтар туындайтыны белгілі. Соның өзі бір жаңалық бола кетті, былайша айтқан кезде. Сол жаңалық дегеніміз жаңағы қашықтан оқыту жүйесі, цифрландыру жүйесіне батыл қадам жасауға мүмкіндік берді. Өйткені бірден бүткіл коллектив болып, бүткіл ұжым болып, бүткіл педагогикалық профессор құрамы бірден жаңағы түрлі платформаларды игере бастады. Жаңағы Coursera, MOOCs деген сияқты массовый онлайн курстардан өте бастады. Одан кейін жаңағы Zoom платформа, Microsoft Teams, Google Classroom, міне осы платформалардың барлығын біздің оқытушылар бірден игеріп кетті. Соған сондай міндет қойдық, сол міндетке біз жеттік. Енді осы ретте мен сізден сұрағым келеді, жалпы мына қашықтан оқыту, сапалы маман кадрлар даярлауда оның бір өзінің кері әсері, ықпалы болуы мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Қазіргі таңда бәрібір біз барлығымыз цифрландыру заманына бет бұрдық, цифрландыру заманына кірдік. Бүгін болмаса да, алдағы уақытта бәрібір болатын нәрсе еді. Бірақ көшетін едік, түбі осыған көшетін едік. Өйткені қазір мысалы үшін әркім обучение в течение всей жизни дейміз, өмір бақи оқу керек. Өйткені күнде сұраныс өзгеріп жатады, мамандарға деген сұраныс өзгеріп жатады. Кешегі күні біз дайындап жүрген мамандықтарымыз қазір ондай мамандықтар тіпті жоқ. Сондықтан қай мамандықты дайындасақ та бізге мынау цифрлық құзыреттіліктің қажеті маңызды. Сондықтан бұл көмектеспесе қазіргі қашықтан оқыту жалпы мамандарды, сапалы мамандар дайындауға кері әсерін тигізеді деп ойламаймын. Өйткені қазір мысалы үшін инженер 3D формата деген мысалы үшін мамандық қажет болады. Сонда ол 3D форматы, ол формат қандай болу керек дегенде осыны біз цифрландыру арқылы ғана осыны жалпы жүзеге асыра аламыз. Негізінде бұл жоба, цифрландыру жобасы бұрыннан келе жатты ғой, бірақ мемлекеттің талабы болды. Былайша айтқан кезде ол біздің цифрландыру бағдарламасында да бұл өзекті мәселе болып қабылданды ғой арнайы. Бірақ біз соған кіре алмай жүрдік, енді мына жағдайда кірдік. Сондықтан кері әсер болады деп ойламаймын. Тек қана адамның бір-бірімен бетпе-бет кездескені, профессорды көргені, оның тұрысы, отырысы, келбеті, манерасы деген сияқты соның барлығы әрине сағындыртады. Студенттер қазір университет сағынып жүр. Өзіңіз көріп жүрсіз ғой, тіпті мектептің оқушылары да қашан мектепке барамыз деген сияқты, студенттер де қашан апайларды көреміз деген сияқты аңсап жүргендері рас. Ол тікелей байланысқа еш нәрсе жетпейді, бірақ бұдан біз ешқандай ұтыламыз деп ойламаймын. Биыл біз осы жаңалықтарымыздың бірі мамыр айында олимпиада өткіздік студенттерге, мектеп бітірушілерге. Олимпиада өткізіп, жаңа олимпиадада бірінші орын алған балаларға біз өзіміздің грантымызды тағайындадық. Сол арқылы ол не үшін істелді? Бізге білімді жастарды өзімізге мамандыққа баулу мақсатында сол жүргізілді. Сонымен қоса бізде кәсіби бағдар жұмысын жалпы ерте жастан бастау керек. Мысалы үшін 11-ші сыныпқа бала барған кезде мектеп оқушылары
көп жағдайда мамандықтарды өздері қай мамандықтың қандай біліктілік алып шығатынын тіпті білмейді. Өйткені әдетте заңгер болғым келеді, экономист болғым келеді дейді. Ал енді ол мамандықты бітіргенде ол ертең сұранысқа ол мамандығы емес па? Анализ жоқ былай қарап тұрсаң. Сондықтан бізге қамтамасыз етуіміз керек. Біз қабылдаумен бірге оларды ертеңгі күні жұмысқа тұра алады ма? Сол еңбек нарығының сұранысына сай мамандар дайындап жатырмыз ба деген өзекті мәселе болу керек. Сондықтан біз осы бағытта өзіміз жүйелі жұмыстарды бастадық. Нақты баулығанда әр мамандықтың қыр-сырын түсіндіру арқылы. Сол өзіміз айтамыз ғой, білім беру бағдарламасы деп. Сол білім беру бағдарламасы деген не? Одан күтетін нәтиже қандай? Кім болып шығады? Қандай маман болып шығады? Не соның арқасында деп ойлаймын. Біз биыл 2,5-нан астам түлектер қабылдадық. Былтырғы оқу жылында 1,500 болған, биыл 2,5 мың. Сонда 66%-дай жоғары көрсеткіш. Кейін біз әлеуметтік опрос жасадық, социологический. Сол сауалнама. Сол сауалнаманың нәтижесінде қарасақ, енді көпшілігін біз ойладық, неге биыл бірден осындай пайызға өстік? Бұл мүмкін себеп пандемия жағдайына байланысты мекен деп. Жоқ, олай емес, пандемия жағдайы емес, бұл 4% осы пандемия жағдайына байланысты университет таңдадым деп отырса, қалған пайызы көпшілігі, мысалы үшін өзімнің қалауым жұмыстар, кәсіби бағдар беру жұмыстарының нәтижесінде әлеуметтік желіден оқыдық, немесе теледидардан көрдім, немесе ағам оқыған, бауырым оқыған, танысым оқыған, соның айтуымен деген сияқты сондай жауаптар келді. Сондықтан да мынау оның ішінде бізде енді биыл үлкен жаңалық, алтын белгі иегерлері, үздік аттестат иегерлері қабылданды. Сондай-ақ әкімнің гранты берілді. Соның арқасында биыл біз жалпы осы барлық деңгейде 820 грант алып отырмыз. Ол да былтырғы пайызға көрсеткішке қарағанда 60%-ға өсіп отыр. Біздің білуімізше, биыл педагог мамандарға деген сұраныс артқан. Облыстық білім басқармасының мәліметінше, жалпы өңірде осы педагог мамандарға біз жас түлектердің арасында сұраныс артып отыр екен. Сіздерде де жалпы биыл дәл сондай өйткені оның ішінде ер балалардан да осы педагог болам деушілердің қатары көбейген деген. Өте дұрыс айтасыз. Биыл педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануы үлкен әсерін тигізді деп ойлаймын. Өйткені есіңізде болса, педагогикалық мамандықтарға ең төмен балл жинаған, басқа мамандықтар өтпей қалған жағдайда ғана баратын үрдіс соңғы жылдары қалыптасып кетті. Содан бәріміз уайымдай бастадық. Бірінші педагогикалық мамандықтың мәртебесі ең жоғарғы мәртебе болу керек деп. Сондықтан осы заңның қабылдануына тіпті күндер рахметімізді айтамыз. Себебі сол арқылы педагог мамандықтарға бірден сұраныс көбейді. Биыл бұрынғы жылдары, мысалы үшін, физика болсын, математика, химия болсын, 5 адам, 10 адамнан қабылдатып жатса, биыл кәдімгі 20-30 адамнан орыс тілі мен әдебиеті мамандығына тарихта болмаған 50 адам биыл келіпті біздің университетке. Оның үстіне, сіз білесіз, осы өңірге бізде орыс тілді мамандар жеткіліксіз. Орыс мектептері бар, сол орыс мектептерінде пән мұғалімдер жетіспейді. Физика, химия, математика, орыс тілі мамандар жетіспейді. Міне осы сұранысқа орай биыл осы мамандықтарға, барлық мамандықтарға алдық деп айта алмаймыз, орыс топтарын. Бірақ орыс тілі мамандығына сұраныс күрт өсті. Сол сұранысқа сай биыл осы оқуға түсушілердің де саны көбейді. Себебі оны кәсіптік бағдар аясында да түсіндіріп айттық қой, бізге өңірге осындай мамандар қажет деп. Екіншіден олардың таңдап отырғаны, олар біледі педагог мәртебесінің көтерілгендігі, ертең жалақысының қомақты болатындығы бәрін біліп отыр. Үнген тест тапсырған жағдайда көтерме, үстеме ақылар қосылатындығын бәрін біліп отыр. Сонда біз биыл бітірушілердің өзіне бірден тест тапсыртқыздық. Мемлекеттік емтиханға кірмей тұрып, сен тест тапсыр, біз сен деңгейіңізді білейік.
ертең сен мектепке бірден мұғалім болып кете аласың ба деп. Міне сондықтан соның өзі қандай мамандар даярлап шығарып жатырмыз деген бір жағынан өзімізге де қажет, мектепке де жақсы. Мектепте биыл директорлар звондап айтып жатыр, сіздердің университетін бітірген түлектер квал тестпен келіп жатқандары бар, тесттің не екенін түсініп келіп жатқандары бар деп. Міне соның барлығы мына біздің байланысымыз, екіншіден осы педагог мәртебесінің осындай деңгейге көтеріліп келе жатқандығы. Және университеттің абыройы дейсіз ғой. Университеттің де абыройы, өңірімізде де келешекте білімді жастар тәрбиелеуге, өсіруге деген бірден бір мүмкіндік қой. Жалпы әлемдік білім беру кеңістігіне кірігудің бірден бір жолы бұл халықаралық ынтымақтастықты арттыру екен белгілі. Осы ретте университет қабырғасында атқарылып жатқан жұмыстар бүгінгі таңда. Осыған да тоқталып өтіңізші. Жақсы, рахмет. Енді халықаралық ынтымақтастық ол қай жерде болу керек? Барлық жоғарғы оқу орындарының жүзеге асыратын қазіргі негізгі бір міндеттерінің бірі ғой. Бұл жерде не үшін біз халықаралық ынтымақтастық керек? Бізге әлемдік үздік тәжірибелерді өзімізге алып келу, жаңа коллаборация дейміз, байланыс жасау. Сол байланыс арқылы үздік тәжірибе, мысалы үшін неге білім сапасы Финляндияда жоғары, неге Сингапур жоғары көрсеткіштер көрсетеді, мысалы үшін. Сондықтан мен өзімнің де тәжірибемде бар, осы мемлекеттердің барлығында болып, жалпы білім саласын зерделеп көріп шыққан тәжірибеміз бар. Сондықтан да бұл өте жақсы нәрсе, қажет нәрсе. Сонда болашақ бағдарламасын білесіз. Болашақ бағдарламасы арқылы біздің қаншама бітірушілеріміз шетелден оқып келіп, қазір елімізде қызмет атқарып жатыр. Сондықтан бізде осы үрдісті ары қарай жалғастыруымыз керек, дамытуымыз керек. Қазіргі таңда университет 120 жоғарғы шетелдік жоғарғы оқу орындарымен, ғылыми орталықтармен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Одан кейін студенттердің барлығы, көпшілігі дерлік Қазақстанда оқыса да шетелге барып оқып келгісі келеді. Сондықтан бұл жерде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бар. Оны білім және ғылым министрлігі жүзеге асырып отыр. Өзімізде жеке оны да қамтамасыз ете аламыз. Сондықтан қазір осы былтырғы оқу жылында да биыл жібере алмай отырмыз шетелге. Оның себебін білесіз, енді биылғы таңда барлығымыз енді бірден барлық оқу орында осылай болып отыр ғой. Енді ал былтыр бізде оңтүстік Кореяда оқып жатқан студенттер болды. Одан кейін бізде Польшада Лодзский университет, сонда оқиды біздің студенттер. Одан кейін Түркияда, Болгарияда міне осы академиялық ұтқырлық бағдарламасымен Түркияда Агдени, Сакария, Ататүрк, Эрзинжан университеттері, Болгарияда, Софияда ұлттық және әлемдік экономикалық университеті, Ресейдің бірқатар университетінде бізде осы академиялық ұтқырлық бағдарламасымен студенттер білім алуына мүмкіндік бар. Яғни бізден барып оқиды, бізге келіп оқиды. Міне осы академиялық ұтқырлық бағдарламасы. Одан кейін келесі бізде бағдарламаларды нарық сұранысқа сай 3 тілді бағдарламалар бар. Ағылшын, қазақ, орыс тілінде жүргізілетін бағдарламалар бар. Ондай бағдарламалар қазір бізде жүзеге асырылып жүр. 19 бағдарламамыз осындай. Осы бағдарламамен жұмыс істейді. Сонымен қоса биылғы оқу жылында 2 бағдарлама, ол химия мен информатика мамандығы, таза ағылшын тілінде топтар жинадық. Оған келген біздің студенттердің барлығы қабылданған. Ағылшын тілін меңгерген, деңгейлері жоғары, IELTS-тан сертификаттары бар деген сияқты студенттер қабылданып отыр. Бұл да келешекте біз студенттерімізді шетелге жіберуге, қабылдауға мүмкіндік ашып отыр. Сондай-ақ енді қазірдің өзінде енді үрдіс, ол жаңағы академиялық ұтқырлық аясында топ менеджерлерді жіберу, немесе дәріс оқуға шақыру. Қазір біз 4 шетелдік университетпен келісім шартқа отырып, қазір дәріс оқуды бастады. Яғни биыл оқу жылында біздің университетте онлайн режимде
шетелдік ғалымдар, жаңағы UCL университет, Англиядағы, Түркия, Германиядағы Ахен университет, Сингапурдағы менеджмент университет, Шотландияның Эдинбург университеттерінің ғалымдары дәріс оқып жатыр. Яғни біздің студенттер шетелге бармаса да, мысалы үшін қазір осы онлайн түрде дәрістер алуға мүмкіндік алып отыр, былайша айтқанда. Ол бір, екіншіден енді біз қазір ғылыми тұрғыда да осы шетелдік ғалымдармен жобалар әзірлеп отырмыз. Енді мынау Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің Қазақстан халқына арнаған жолдауында ғылым саласын дамыту мәселесіне баса назар аударды. Жыл сайын осы әлемнің жетекші ғылыми орталықтарында 500 ғалым тағылымдамадан өтуді қамтамасыз ету тапсырды, және жас ғалым жобасы аясында 1000 грант бөлуді жүзеге асыру тиіс еді. Бұл бағыттағы жұмыстар қазір осы университетте қаншалықты жүзеге асырылып жатыр? Біз жас ғалымдардың айтуының осы біліп жүрміз, бұл бұрын соңды болмаған қолдау ғалымдарға. Бүгінде біздің жас ғалымдарымызға қаншалықты қолжетімді болып тұр осы қолдаулар? Өте жақсы айтып отырсыз. Шын мәнінде жолдауда айтылған Қасым-Жомарт Кемелұлының осы тапсырмасы өте дер кезінде, қажет кезде айтылып отыр деп есептеймін. Сондықтан жастар бұны қуана қарсы алып отыр. Өйткені жыл сайын 500 жас маман, жас ғалым тағылымдамадан өтсе, жыл сайын 1000 грант беріліп жатқандығы бұл үлкен құптарлық жағдай. Осының аясында қазір бүткіл ғалымдарымыз мүмкіндік алды. Оның кейін Білім және ғылым министрлігі осы тұрғыда бұрын гранттық қаржыландыру дейміз, Білім және ғылым министрлігі арқылы қаржыландырады. Ғылыми жобалар конкурсы 3 жылда бір жарияланатын. Сол 3 жылға өтіп аласың, 3 жылға дейін сен басқа конкурстарға қатыса алмайсың. Мысалы үшін өтпей қалған жағдайда, мысалы үшін жобаң, онда 3 жыл күтіп отырасың, келесі жоба қашан жарияланады. Қазір не? Бүгінгі күннің өзіне осыған дейін 3 рет осы конкурс жарияланды. Қазір тағы бір конкурс жүріп жатыр. Міне соған біз ғалымдарымызды бұрынғы қаржыландырумен бізде 9 ғылыми жоба жүзеге асырылып жатыр. Бізде 2 халықаралық жоба жүзеге асырылып жатыр қазіргі таңда. Содан кейін технологияларды коммерцияландыру жобасы жүріп жатыр 2. Одан 9 гранттық жоба қазір жүзеге асып жатыр. Сол Білім және ғылым министрлігінің ғылым комитетінен ұтып алған жоба. Енді қазіргі мына конкурстарға біз алдында 30-40 шақты жоба бердік. Қазіргі жобаға тағы да дайындап отырмыз. Сол жас ғалымдарымыз бөлек жаңағы 1000 гранттың есебі десек те болады. Сол жобаға тағы да біз 15 шақты жоба әзірлеп ғалымдарымыз дайындап отырмыз. Сондықтан бұл жастарға деген үлкен қолдау, жалпы ғылыми әлеуметімізді дамытуға мүмкіндік. Ол арқылы біз тек қана ғылыми әлеуметімізді ғана дамытып қоймай, мысалы үшін біздің университетте қазір қорқыттану және өлке тарихы институты, ғылыми зерттеу институты жұмыс істейді, шоқайтану институты бізде жұмыс істейді, археология, этнография бізде орталығы бар, ғылыми химиялық зерттеулер орталығы бар. Осы орталықтардың барлығының мысалы үшін материалдық техникалық базасын дамытуға, инфраструктураны жөндеуге мүмкіндік береді. Сондықтан ғылыми жобаны жоспарлаған кезде оны тек қана ғылыми мақала жазу мен ғана шектелмейсің ғой. Сондықтан бұл жерде ғылыми мақала, ғылыми нәтижемен қатар жаңағы инфраструктураны да дамытуға мүмкіндік аламыз. Яғни бұл бізге университет үшін бірден бір осы әлеуетімізді, инфраструктурамызды дамытуға мүмкіндік жол ашып отыр. Ал енді жобаларымыз жеткілікті. Енді осының жас ғалымдардың атсалысуымен жүзеге асырылып жатқан осындай инновациялық бірде екі жобаға тоқталып кетіңізші. Қызықты бүгінгі таңға. Бүгінгі таңға енді біздің өзіміздің осы университетімізде біздің жас ғалымдар біздің осы бірден бір осы өңірімізді дамытуға байланысты жаңа жобалар жүргізгісі келеді. Сондықтан бұл жерде бізде ең қызығы, бізде не көп, бізде жаңа археологиялық жұмыстар жүріп жатыр.
Сондықтан мына біздің мына Сортөбе, жаңа Жанкент қалашықтары бар ғой, сол жерде ғылыми ізденістер жүріп жатыр. Міне соны біздің жас ғалымдар қазір жаңа көзқараспен, жаңа бағытта осы жаңағы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізсек деп үлкен осындай талап білдіріп отыр. Одан кейін цифрландыруға байланысты жобалар бар. Цифрландырғанда біз қазір жаңа бүткіл жүйені цифрландыру, байланыс, мысалы үшін мектепте, колледж, мектеп, университет деген жүйенің барлығын біздің ғалымдар осы жүйені бірыңғайласақ, бір жүйеге келтірсек деп өздері осындай бір цифрландыруға байланысты жобалар ұсынып отыр. Осы жобалар жалпы болашағы зор жобалар деп отырмын. Жаңа мысалы үшін археологиялық зерттеулердің нәтижесі ертеңгі күні біздер мына туризмді дамытуға үлкен үлесін қосатын зерттеудің бірі болып табылады. Аймақтың ғылымын дамытуда осы біздің университет қабырғасындағы ғалымдардың қосар үлесі де мол болады деген біздің сеніміміз бар. Енді әңгімемізді қорытындылай келе, жалпы мына университет деген өзі жастардың ортасы ғой. Осы ретте жастарға бір қолайлы орта қалыптастыруда қандай жұмыстар қолға алынды? Жастардың ғылымын қолдауға біз университет тарапынан өз қаржымызды қосымша жұмсайын деп отырмыз. Жыл сайын үздік жобалар болса, жыл сайын 10 миллион көлемінде қаржыландыру мәселесін біз стратегиялық бағытқа қосып отырмыз. Одан кейін бізден агробиологиялық орталығымыз бар. Сол орталығымызды біз ертең студенттердің ғылыми орталығы ретінде, зерттеу орталығы ретінде жасап отырмыз қазір. Сонымен қатар ол жерде біз жаңағы студенттердің демалатын, жалпы қала тұрғындарының демалатын бір саябағына айналдырғымыз келіп отыр. Ол үлкен қаланы көгалдандыруға да үлесіміз қосылып кетеді. Былайша айтқанда, жастардың да демалатын орны болу керек. Біз жастардың университетке келіп тек қана оқу процесімен сабағын оқып кету ғана болмау керек деп ойлаймын. Бұл жерде студенттерде бір қолайлы орта болу керек. Оны біз коворкинг орталығы деп отырмыз. Әр біздің ғимаратта біз қазір дыбыс күшейткіш аппараттар орнатып қойдық. Яғни кірген кезде олар бір керемет бір ортаға кіргендей болу керек деп ойлаймын да, сонда музыка ойнап тұрады. Қазір мысалы үшін біз Абайдың жылы деп жатырмыз. Абайдың әуендері, жыраулар, әдемі әуендер орындалып жатады. Соның өзі адамға бір көңілін көтеріп, жаңағы бос уақыттарында музыка тыңдауға мүмкіндік береді. Ол бір. Екіншіден, коворкинг орталығын құрып отырмыз, әр корпуста болсын деп отырмыз. Енді бір орталық, үлкен орталық болады, оны дайындап жатырмыз. Қазір студенттер жоқ қой енді. Соған енді келіп, бос уақыттарында отырып, демалып, бұл жерде Wi-Fi-лар істеп тұрады. Отыратын орындары бар, ноутбуктар тұрады деген сияқты. Сол жерде олар тек қана оқу процесімен емес, қосымша ғылыммен, қосымша жаңа жобалармен, жаңа проектларды жүзеге асыруға мүмкіндік туы керек деп ойлаймын. Сондықтан мына кітапхананы да цифрландыруымыздың себебі сода. Кітапханада 80%-ға цифрландырып жатырмыз, бүткіл әдебиеттерді цифрландырып жатырмыз. Сондықтан кітапханада отырмын дейді емес, сол коворкинг орталықтарында отырып, сабақтарында оқуға, басқа да жобалармен айналысуға, кәсіпкерлік дағдыны біз қалыптастыруымыз керек. Міне сол тұрғыда жұмыс жасауына да мүмкіндіктер болады. Сондықтан студенттердің өмірі қызықты әрі көңілді болсын деп барынша атсалысып, өзіміз енді осы бағытта қызметтер атқарып, қазір осы қаражат бөліп осы жұмыстарды жүзеге асырып жатырмыз. Бейбітгүл Сәрсенханқызы, әңгімеңізге көптен көп рахмет. Еліміздің білім беру саласын дамыту жолындағы еңбегіңіз жана берсін. Сәттіліктер тілейміз. Ұлы Қорқыт бабамның рухымен үндескен ұлағат ұясында тек жағымды жаңалықтар көбейсін. Рахмет, өзіңізге де көп рахмет.